Мынау қазір айтайық деген бағдарламаның түсірілім алаңы ғой деймін. Өңшең әйелдер апаны ортаға алып, былай деп басын қатырып жатыр. Келініңіз мысалы іш киім алғысы келді, өзіне керекті жарақтарын алғысы келді, өзіне ғана қажетті. Сонда сізден рұқсат сұрап тұра ма каждый тиынына? Мынандай сұрақ, сіз не мақсатпен сізге береді? Сақтау мақсатында ма, әлде сіздің қажеттіліктеріңізге жаратылу үшін ба? Жоқ, мен қажеттім, мен бір өзім қайға барамын, менің балдарым бәрі болды ғой. Онда неге өздері ұстамайды? Енді мен зверкастамын ғой сол үйде. Бастан ұстап келатырмын ба, до конца. Қанша мен көзім жұмылғанша ұстаймын ғой оны. Қаржы министрі үйде менмін дейсіз ғой. Зверкастам мен. 2009 жылы қабылданған отбасыдағы тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасын алдын алу туралы заң бар. Бір отбасы мүшесінің екінші отбасы мүшесіне өзінің табысын қолдануға рұқсат бермейді. Келін жалақысын енеге беруге міндетті емес дейді. Мәселе жалақы мен заңда емес, мәселе сол отбасындағы берекеде. Келін ол түскен жеріне бөтен емес, керісінше өзінің төркініне қона, бөтен адам ал түскен жеріне ертең ененің орнына барып отыратын өзі болашақ ене. Жалақысын сол үйдегі үлкендердің қолына ұстатып, мына ортақ қазаның несібесі деп беретін болса, онда ол келіннің қорлығы емес, оның парасаттылығы. Үлкендерге ақша, байлық дүние керек емес, оларға тек құрмет пен көңіл ғана керек. Ертең өлсе де ол дүниені өзімен қосып алып кетпейді. Сол келіннің адал ниетіне, баласының жауапкершілігіне сезініп, ене қайта қуанып, сол келіннің жалақысына қоса өзінің пенсиясын қосып береді. Қосып бермесе де үнемі ризашылығын білдіріп, батасын беріп отырады. Ал бата сол үйге түсіп отқан миллиондаған жалақыдан да жоғары күшті құдірет. Мұндай жағдайда ене де, келін де, анасы мен әйелінің қарым-қатынасын көріп отырған күйеуі де риза болып, олардан шыққан ұл қыздар ертең елге, халыққа қызмет ететін адал перзенттердің қатарынан болады. Отбасының байлығы әрқайсы өзінің тапқанын жасырып жұмсауда емес, отбасының байлығы бірлікте.